Селям алейкум, сізіле Айшы Шулакова. Бүгін базар күні демек авто нәтижелеріні чықармаға вақыт келді. Бүгінгі яйынымызда. Бірлікте Кувет, 30 ел евелсі Қырым сакинлері неге рей берділер. Первый референдум. Қырым тақдирыны белгілеген ilk референдум. Қырымда Совет бірлігінде бірінші референдумның юбилейі қайдатылды. Аномаль суықлар, Қырымны аязлар ве қар қатты қаплап алды. Қырым сакинлері үшін қуанч, коммуналь қызметлер үшін есе қиынлықлар. Олар ярамай ава ақыбетлеріні еніп олдылар ма? Қырым авасындан да насыл сюрпризлеріні беклемек мүмкін ажеба. Российской Федерации. Русияде более районлар барки. Анда метеостанцияларны 1000 километр айыра. Бізде есе ер қаплап алындым. Шарқ, Шималь, Меркез, Дженюб, Дағлар. Қырым синоптиклерінің іш шақында гидромедцентр меркезінің ребері Татьяна Любецкая тариф еті. Милет телеканалымызға берілген махсус интервью. Москвалы торпеда тақымы Қырымда. Не ожидал, что будут такие погодные условия. Böyle ава olacağını hiç beklemedim. Lakin bu semereli işke keder etmedi. Қырымда идман базалары Русиялы футбол клубларны қабыл етмеге азырлар ма? Біз бірінші едік, 30 ел евелсі Совет бірлігінде референдум өткерілді. О вақыт ярым адамыздың сакинлері мұқтариет ғайырдан тікленілмесі үшін рей берділер. Бұл фікірге 93% қол тұтты. 91 сененің референдумы 2014 сененің тәдбіріне темел қойды. Бұның тастықлавы арасы 23 ел олған эки референдумның нәтижелері бір олғандыр. Қырым сакинлерінің ватанға қайту фиолыны екілнеді ота 1991 сенесі башлаған еді. Тәфсілатлы малюмат элевхамызда. Қырым Совет бірлігі дар қалған вақытта yüз берген тарихи вақиялар тек шымды боле анлайышлы көріне. 91 сененің қыш айларында адамлар тек бір шейні анлайдылар. Туған топраққа айры статус керек. Ама бұйық мемлекетінің веранелерінде кележек Русияның бағлы олғаны беледі. Яқын ерлешкен шереклер керчекні перденен қапатмаға тырыштылар. Евден милетчілік шиарлары аксада кыбый эшітілейді. Ярмадаға аноним кағытлар еткізілейді. Мақсат Қырым сакинлеріні пропаганда тезіслерінен сарып алмақ. Мы, извините за так. Біз бағышлаңыз Украина хакимиетінден бұқтық. Менімше, Украина хакимиетінің бұйық хатасы шында ки, президентлер, мебуслар, хакимиет азалары бірісі 23 жылдан зияде Қырым Украина теркібінде бұне олғаныны ойледе аңламады. Просто Горбачевская перестройка. Горбачевның перестройкасы о вақыт sıcak қаршыланса біле, чоқ суалер ве телүкелер яратқан еді. О заман адамлар қасевет ете еділер. Егер Совет бірлігінде бір шей олса, Қырым енді УССР теркібінде дегілде, истер-истемес Украина теркібінде қалар еді. Қырымда движение 20 января адлы тешкилят құруйджы фалиетін алып барауның ребері институты жасы Виктор Харабугайда. Фальжилерінің бұйық мақсады 20 елға тарихи вақияларны білгелемек Қырым ве Украинаны бағланған зайф епні чезмектір. Тешкилятның лидері бірінші референдумның тешебісчілерінден бірі еді. Ойымзалар топлануынен ұғрашайды. Люди, добровольцы собирали. Көңіллелер топлайды. Бюллетенлер, ресми жетвеллер, паспортлар азырланған еді. Умумен, бұл адамларның екені әрекетлері еді. Қырымда о заман дұйылайды ки, Украина хакимиеті СССР-ны бозмаға пек тырышайды. Бірінші референдумда Қыр сакинлеріне берілген суал бойледі. Сіз Қырым Мұхтар Совет Жұмхуриеті СССР бірлігінің субъекті ве бірлешме анлашмасының іштиракчысы олачағыны тарафдары оласыз ма? Музбе жевапны 93%-дан зияде іштиракчы берді. Умумен 81%-дан зияде адам қатнашты. Бұл статистика малюматлары кенеде яны тарихнен қиясламаға истек ярата. Қырымлыларны да бір меселе ратсызлайды. 80-нче сенелерінің сонunda Ярмадада ойледе құрылып бітмеген атом электростанция çalışып башламақ керек еді. Акимет бұл меселеге диққат әрілмасы да чоқ бекленілген белгіленувнен бағлайды. Это взбудоражило. Бұл адамларны қозғатты. Бойле бір экологик күн мевзусы пейда олды. Қырымлыларның чоқсы атом станцияға қаршы чықайдылар. Чүнки яқында Чернобыльде патлав yüz берген еді. Адамлар бұндан соң не олacak деген суал бермелері үшін бұл беркі бірінші сілтем олғандыр.
Референдумның потенциаль бабалары чоқ, анасы есе бір бұ жемиет. Облсовет мебусларының алтын теркібіне Сергей Ефимов да кіреді. Тамам Озен адашларыны мұхтариетіні қалқырей беруінен таздықламақ керек деп ишандырайды. Аксалда әділеви айын ойынларından қачмақ мүмкін еді. Оларны есе Киев тап кечкен асырда о қадар севейді. Да, предложен мной. Эбет, мен теклиф еткен едім. Ғайлер чешіт еді. Мешков Юрий Александрович, Кизилов Борис Васильевич, Умум Қырым форумы йолынен чешіт севие мебусларыны яратмаға теклиф еттілер. Леонид Иванович Грач Қырым халықларының форумы кечірілмек керек деген еді. Мен референдум керек дедім. Bundan son vaqalar bir-biri артындан тызылды. СССР-нің юқары шурасы Қырым Мұхтар социалистик Cumhuriyet ғайырдан тікленілі вақында қануның қабул етті. Ерлі вилайет шурасы соң Қырымның юқары шурасына чевірілді. Қанун чықарыжы акимиетінің векетлері асылында сұслу еді. Ама тамам шу бинада яны деверінің тарихында en мұйым қарар алған еді. Бірінші референдум ile Қырым 2014 сене барының темеліні қойды. Это первый референдум. Бұл ilk референдум. О Қырым тақдирының башыны ве doğruluğunu белгіледі. Шымды біз не ерде олғанымызны, егер референдум olmasa, біз не ерде olacağımız hakkında айтмақ қиын. Қырым ве Ақяр тарихында синхрон референдумлар ebediyen халық өз келечегіні өзі белгілеген диллерінен айрылыр. Система ешбір кесір етіп olmadı elbette. 91 ve 2014 senelер референдумлары әділеви жеттен тек ошамасылар біле. Оқия жеттен тапқы бар. Мы идем домой! Крым в России! Ярмада тапо вақыт мұстақыл қарарлар алмақ дәрежесіне етті. Тек 20 жылдан соң тарих өзі Қырым сәкенлеріне yol gösteriyor. Gurbetlikке sanki adашқан кібелері үшін оларны sevgen ve beklenilgen yerге қайтмақ чересі пейда oldu. Қыш градусыны эксілті афтанын эксiri қысымы девамында Қырымны Балкан циклоны қаплап алды. Чоқ бекленілген қар яқты ве аязлар орды. Суф етішмемезлігі меселесі чезілер деген үміт пейда oldu. Қар бутун Қырымда яқты ве ата әрекетіні тоқтатты. Анамаль суық коммуналь қызметлер üçün ақиқи сынав oldu. Қыш кені апансыздан келген кібі oldu. Буақта левхамызны серетіңіз. Қырымға афтанын башындан аязлар ве қар ile ақиқи қыш келді. Егер Қырым сакинлерге bu içtimai ағларда ресім ве гленже üçün да бір себеп olsa, коммуналь қызметлері üçün bu ağır vaziyet. Bu yılı tayғақларға қаршы 100-ге ақын нұсқа техника чықты. Біріншіден қар жиыштырылай, сон есе махсус тайғалаққа қаршы мальземелер сепіле. Біз ярымадада 300.000 километр yolны ішледік. Вазиет шымды кергін. 1,5 тоннадан зияде құм тұз қарышмасы сепілді. 500 тоннаға яқын теміз тұз. Ава бұзылығы тек Карабай давчыларына дегілді пиаделерге де меселе яратты. Хусусан эсли башлы адамлар қиналдылар. Елена Манчариева айта, киішке етіп бармақ ағырлашты. К вечеру, конечно, скользко. Ақшам әлбет таймақ мүмкін құм сепселер яқшы olur еді. Сабайшке кеткенде тайғалақ күндіз еріп башлай. Коммунальщиклерінің тырышувларына бақмадан оператив ве кейфиетли çalışып olmadılar. Қырым yolbaşçысы Сергей Аксенов қар темізлену вазиетіні пек мүшкіл деп атлады. Провалился город Симферополь. Ақмезжет ішіні бежермеді. Мында Валентин Валентиновичке мирас қалғаны аңлашыла. Господин Русин іштен бошатылды. Амма шеер мемуриетінің yolbaşçысынан месулиетлік эксілмей. Техника вақтында ішке чықмады. Қар жиыштырылуы кейфиетсі све или ахре. Cumhuriyet yolbaşçısı tınqıt etken son kommunal hizmetler gece kunduz nevbetçilikке keçtiler. Dispetcher hizmeti çalışıp başladı. В городе Симферополе есть. Шәһәрдә екене диспетчер хезмәте бар. Ул безнең диспетчер хезмәтебездән бак тута. Анда кергән эпса аризаларны біз бакамыз ве ярдәм etmәгә тырышамыз. Ялта акимияты ise Бахчисарай Ялта Арабай yolunda хавсыз әрекетні temin etmediler. Айпетри yolunda қар temizlenmedi. Прокуратура хадимлері o yerге yetip bardылар ve ярама işке kıymet kestiler. Күчлі қар яғмасы себебінден Ялта трассасының аңғары боғазы қысмы вақытынша қапатылды. Километрлік тықынтылар пейда oldu. Поехать можно. Махсус қышлық көпчеклер керек. Келечек hafta енді 10 градус sıcak olacak. Her şey ırıcak. Балалар үшін байрам. Ялта пальмалары да бейаз yorgan түбінде қалды. Сирек Одессе. Мұнда қышта қар тек дағларда яға. Ялы бой тарафларында есе тез ире. Оның үшін Ялта сакинлері eglenmek үшін дағларға етіп баралар.
сразу детство. Бірден ем балалыққа даласын, ем яны елны хатырлайсын, санки кішік қыз қыбы таймақ, чапламақ, сікірмек істейсін. Для нас это вообще счастье. Біз үшін бұл бақт, Ялтада қар серек яға, мен белесем бұл сене қар көрмеміз. Onun için бақытлымыз пакетлер алдық, чөнки бізде чаналар жоқ. Қырымда аномаль суық қышны тефсір етмеген қалмады. Экстрим үшін Қырым сәкенлері Айпетри дағына yol алдылар. Мында чоқ адам топланды. Хорошо, что есть гора Айпетри. Яқшы ки Айпетри дағы бар. Мында ел келіп тая білеміз бірінші кере түбінгелер алдық. Бұйық ава төгереклері байырдан таймақ үшін севімле гленже. Бұйле төгереклерде язда аквапаркларда сув байырчықларындан таялар. Қырымның мешур ері Аққаяда бірқач саат ішінде бейаз орту түбінде қалды. Дағларда, матрасларда таячамыз. Анда пек дүлбердақ. Біз үшін бұл бақ. Емде Қырым үшін яқшы, су топланыр. Ахмешжит парклары да адамларнен толу. Балалар қардан чешіт шейітлер яраталар. Чаналарда таялар ве қар атып ойнайлар. Бұйықлер де қошыла. На санках, конечно, кататься. Чаналарда таймақ ве қар ойнамақ керек. Балаға қар не олғаны көстермеге келдік сон, чанадан тая жамаз. Қар яғанына бақмадан суф меселесі чезілер деген умут бұйық дегіл. Синоптиклердің айтқанына көре, январь айының яғанақлары суф етішмебеслігіні бүтінлей чезмес. Қырымдағылары қар түбінде олғанына бақмадан бұл суф едеклеріні толтырмақ үшін етірледігіл. Қырым акиметі мұджизе беклеменіз дейлер. Сумнен темінлюф меселесі чезілеві бойынша ішні девам етмек керек. Қырымға sıcak Асия циклонымен келечек. Қар ве аязлар еріне яғмурлар яғы башлайжақ. Ярымадада бар авасы бекленіле. Қырым авасы ақында гидромедцентр идаресінің ребері Татьяна Любецкая тариф етті. Милет телеканалымыз үшін махсус интервью. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Добрый день. В Крым пришла настоящая российская зима с сибирскими морозами и снегопадом. Это редкое явление для нашего южного полуострова. С чем связано резкое похолодание? Связано с вторжением арктического холодного воздуха, который зашел на территорию полуострова. И температура воздуха очень резко понизилась. Мы предупреждали об этом население в своих штормовых предупреждениях. Ночные температуры воздуха были 12-22 градуса мороза. 22 градуса мороза – это в северных районах Крыма. На южном побережье было теплее, всего 5-8 градусов ниже нуля. Дневные температуры тоже были низкие, 10-15 мороза, но на южном побережье около 0 градусов. И прошли долгожданные снегопады. Наибольшее количество осадков выпало в горах Айпетри – 22 мм за 12 часов. И в южных и восточных районах Крыма. Но там количество осадков было значительно меньше. Но что замечательно, сохраняется снежный покров по сегодняшний день. В горах Айпетри 20-30 сантиметров. На остальной территории Крыма, повторяю, восточные и центральные районы 10-20 сантиметров. Да, действительно пришла настоящая зима, крещенские морозы. Все чудесно, дети катаются на санках. Решит ли это проблему с водой? Нет, полностью проблему с водой, безусловно, это не решит. На следующей неделе у нас пройдут дожди, то есть резко потеплеет уже в эти выходные дни. После таких морозов днем в субботу и воскресенье температура воздуха ожидается на полуострове 7-12 градусов тепла и ночные 3-8. То есть вы представляете, начинается бурное таяние. Плюс на следующей неделе, в начале недели, пройдут интенсивные дожди. Конечно, будет улучшаться ситуация с водой, но не так, как нам бы хотелось. Снега в последние годы практически не было, если можно так сказать. Означает ли это, что теперь каждая зима будет такой? Есть ли какая-то закономерность? Нет, никакой закономерности не существует. Прогноз на такой длительный период никто в мире не составляет. Наибольшая, так сказать, заблаговременность, длительность прогноза – это на 7-10 суток. И то по температурам. Осадки предсказывать очень сложно, 5-7 суток. Поэтому какие будут дальше зимы, никто этого не знает. Как часто долгосрочные прогнозы на сезон совпадают? Прогнозы на сезон, они в основном такие характеристики, там средняя температура воздуха, выше или ниже нормы, а количество осадков практически на сезон не составляется. И оценку производит Гидромедцентр России. Какой процент оправданности? Очень, я думаю, небольшой, 50-70%.
Расскажите о работе гидромедцентра, в чем она заключается? У нас 24 метеорологических станции. Через каждые 3 часа производится наблюдение на станциях. Это не только у нас, а Всемирная метеорологическая организация существует, в состав которой входим мы. Через каждые 3 часа эти наблюдения передаются в мировые центры погоды: Москва, Вашингтон, Мельбурн. Получив данные наблюдения со всего земного шара, наши мощные, так сказать, суперкомпьютеры производят расчет прогностических моделей. И уже мы получаем у себя на компьютер, это не в цифровом виде, представьте, сколько это цифр, а в графическом, но в виде определенных карт и так далее. Синоптик, прогнозист сидит, анализирует все эти расчеты, плюс решения там нет никакого. Применяет синоптик знания физики атмосферы, физико-географических особенностей региона, фактическую погоду, данные метеорологических радиолокаторов, спутников, и на основании всего этого анализа выдает прогноз погоды. К нам один раз пришла девочка устраиваться на работу. Я, говорю, хорошо разбираюсь в программировании. Я говорю, ну садись, пожалуйста. Я показываю ей схемы, все, как мы решаем, как прогнозируем. Она говорит, а где ответ? Я говорю, вот единственное, что ответа никакого нет. То есть ответ только может дать синоптик. Изменилась ли как-то за последние 5 лет погода в Крыму? Да, безусловно, погода меняется. Мы производим расчеты среднемесячных, среднегодовых температур воздуха. И это совершенно верно, что среднегодовая температура год от года растет. Но вот за 5 лет мы такой анализ не делаем, а вот за 10 лет выросла среднегодовая температура по республике на 1,1 градуса. Сейчас в Крыму много сфер получают развитие. А как же обстоят дела с гидромедцентром? У нас сеть очень большая, очень развитая, поэтому открытие новых метеостанций мы даже не планируем. Но вы представляете, в Российской Федерации есть такие районы, где через 1000 километров метеостанция. А у нас все освещено. Запад, восток, центр, север, горы. Поэтому открытие метеостанций не планируется. Руководство российское приезжало, говорят, какое счастье, у вас тут за каждым кустом метеостанция. Вы же сами знаете, 24 плюс 33 гидрологических поста. То есть нам это абсолютно... Даже в городе у нас метеостанцию открыли вот 5 лет назад, и в аэропорту метеостанция обслуживает Симферополь. Утром перед тем, как выйти на улицу, вы ориентируетесь по погоде или на прогноз погоды? Конечно, на прогноз погоды. Ну, у меня тоже за окном и термометр есть. Но я же специалист, я же на несколько дней вперед вижу. Только по своему прогнозу. Сейчас в интернете много сайтов, которые выдают прогноз погоды. Стоит ли им верить и на какой сайт или источник стоит ориентироваться? В этих прогнозах погоды выложена гидродинамическая модель, о которых я вам говорила. Вот они берут любого западноевропейского центра, выкладывают эту модель. Она не обработанная. Они не могут обработать ее. Обработать ее, как я вам сказала, могут только специалисты. Штормовые предупреждения, выпуск экстренной информации имеем право делать только мы. И мы несем за это жесткую ответственность. А вы сами знаете, когда ответственность, какой подход к любому делу. Наш сайт meteokrimea.ru или просто набирать Гидромедцентр Крыма или ФБГУ Крымскую ГМС. Там у нас полностью на 5 суток прогноз, фактическая погода, можете посмотреть. Очень большой объем информации, в том числе и загрязнение окружающей среды. Экстремально высокого загрязнения, которое угрожает жизни, за мои годы работы в Крыму не было. У нас чистый регион, хочу я вам сказать. Я была в Красноярске, там лежит прямо на деревьях вот эта пыль. А у нас, конечно, у нас же предприятий-то мало. И плюс у нас такие климатические особенности, у нас часто бывают сильные ветра, то есть это развивается турбулентность в атмосфере, все это разносится. Нет такого условия НМУ, неблагоприятных метеорологических условий. Татьяна Васильевна, спасибо большое за интервью. И вам спасибо большое, мне очень приятно всегда с вами беседовать. Спасибо. Всего доброго. Экибин 21 сене Крымда кой футбол елы оларақ илян етілді. Бөле қарарны Крым елбасшысы Сергей Аксенов имзалады. Бұл Крым футболчыларына Русияны Авропа чемпионатларында тағдым етмек ақы берілгенінен бағлы. Бүгін ярымадамызда футбол насыл инкишаф еткені ақта ве бұның üçün епсі шырайтлер бар ма? Келечек левхамызда серетініз. Тышарда 8 градус суық, ләкин идманлар аваға бағлы дегіл. Мейданда Москвалы торпеда тақымының ойыншылары. Олар ең қиын мешгулетінен башлайлар. Йо-йо адлы тест, оны да бип-тест деп адлайлар. ЧП
Чапов ве тоқтав, егер қолайча айтсақ, бұ эки белги арасында 20 метрлік чешіт маниалы Чаповдыр. Теслі сигналлар арасында вақыт эп қысқартыла. Чоқ чапқаламаға керек күчун еткенже. Тесттен сон қаралы биязлар ойын мешғулетлеріне кечелер, идманлар күнде эки кере кечіріле. Мейданда ветренажер залында. Бұ Москва сакинлерінің бірінші қышлық топлашуы. Яны мевсімге Крымда азырланалар. Идманлар үшін кезлевде ерлешкен арена Крым комплексының сечтілер. База великолепная. База мукемел, эки табий, эки суний мейдан бар. Мында балалар үчүн интернат чалыша. Такымлар идман этмелери үчүн яхшы шартлар. Язык ки, бизде böyle şey yok. Шымдылык. Бахчысырайлы Қызылташ ве Ахъярлы Черноморец адлы тақымлар иле идман матчларны лягу этмек керек олды. Ава дөнішмелері себебінден. Аномальный холод. Аномаль сывыклар бізім топлашуламызға раст келді. Шу жүмледен планлаштырылған ер шейні япып аламадық. Мұңа бақмадан истеген мақсадларымызға ерішмек өзерінде çalışты. Мен белесем яқшы азырландық. Бұны тек мевсімнің девамы көстережек. Бүгін кезлевде яқшы футбол инфраструктурасы яратылды. Арена Крым комплексіне енді ватан ве четел тақымлары қимет кестілер. Мында тасиледман мерасимлерінден ғайры халқара турнирлер өткеріле. Бахчысырай районының Албат көйінде ерлешкен бұл мейданда есе Инкомспорт адлы бала тақымы идман еті. Олар 2020 сенесінің чемпионлары сайлалар. Чешіт мешғулетлерден башлайлар, бұндан сон Чапов ве топлар иле ойын. Генч футболчыларға қарды кедер етмей. Скользко и... Таямыз, ама идманчы бізні бойле шарайтлерде ойнамаға огрете. Кімірлер бойле авада идман кечірмеге қорқалар. Ама базы чемпионатлар қар иле кече. Бойле алларда бір шей етіп ойнамақ керек. Инкомспорт спортив-туристик комплекс Белбек Вадейсінің дүлбер ерлерінден бірінде ерлеші. Бұрын қая ве еді қардаш қалелері арасында. Спортнен оғрашмақ үшін онайтлы ер. Таби газон или дорт мейдан, атта гольф үшін ер ве софтбол үшін мейдан құрыла. Фитнес-тренажер заллары ве сауна чалыша. Крым должен стать... Қырым шубесіз футболның меккесі олмалы, ве бір бойле база етерлі олмаз. Қырымда онларже бойле ер құрмалы ве олар епісі керекли olur. Шынды базада Қызылташ футбол тақымы қышлық жейма идманларны кечіре. Чапов чешіт межғулетлер қапыларға ұрывлар. Шымдылік иш еңгілже, ама яваш-яваш арта. Қырмызлы вязлылар Қырымның премьер-лигасына жиди азырланалар. Конечно, хотелось бы. Elbette топлар ile oynamağa isteredik. Yazık ki hava kelişikli değil. Buna bakmadan biz tırışamız. Skif adlı sportif kompleksni Avra ekibin 12 tedbiri için mahsus kurgan ediler. Endiden bu TSK Таврия, Ахъяр ve Қызылташ takımlarının sevimli yeri oldu. Bundan gayrı mında ot üstünde hokey ve regbi oyunlarının oğraşalar. Заявок было очень много, но... İstegenler çok oldu, lakin KFS oge çıktı. Birinci arizalar Таврия ve Ахъярдан geldi. Biz ekiden ziyade takımını kabul etip olamayız. Bugün Kırım'da 19 sportif idman bazası var. Olar hem büdjet hem de şahsi mülkiyette bulunalar. Olar tek Kırım takımlarının talaplarına değil de hatta kıtağa kelişi. Bir sutka aş su ile yaşamak için 2,5 ruble bir adamdan. Fiyatlar federal standartlarga uygun. Несмотря на то... Bu şahsi ya da devlet bazası olğanına bakmadan tahsil idman toplaşılar keçirilivinin episi masrafları Cumhuriyet büdjetinden төлene. Bu kış sanksiyalar divarı yıkılıp başlağanını gösterdi. İhtisasi ve epidemik sınırlanuvlarga bakmadan Kırım kene de futbol takımlarını celpetti ve yıl-yıldan yarımadamızda onların sayısı ep artacak. Çünkü Rusya'da futbol için bundan da güzel yerini tapmak mümkün değil. Hatta Siriya kış günlerine bakmadan. Бүгінге bu епсі haberleri de epinizge tek yaxşı haberler kelmesini tileyim. Sağlıknen kalınız.